Сен емес, біз деген сөз жүректі жалғайды. Кейде тұрмыста баламен аралықта бір текетірес пайда болған кезде, бір бөлім ата-аналар өзінің ойын балаға дереу іске асыртуға асығып көгеріп қалады. Ал бұл жағдай сізге таныс па? Лүпіл басып арнаға тіркеліңіз. Кейде үйде бала бірер жұмысты істеп жатқан кезде, сіз оны тез бітіре қоймадың, тез болмадың деп ренжіп оған ашуланасыз. Ал балаға мұндай кезде ең керегі ата-анасының түсінігі қажет. Сондықтан сіз оның жанына барып, бағанадан бері осы жұмысты істеп шаршадың ба деп ақырындықпен айтсаңыз, бұл сөз баланы сергітеді. Ата-анасының өзін түсінгенін сезінген бала тез жиналады. Мен сені жақсы көремін, осы істі тез бітірудің әдісін біз бұдан кейін екеуміз ақылдасып шешейік. Мен соған шеше алатынымызға сенімдімін деген сөзді айтуыңыз керек. Бала екеуміз деген сөзді естігенде қарсылас емес, серіктес болады. Сен емес, біз деген сөз жүректі жалғайды. Егер сіз өз көңіл күйіңізді орнықты ұстай алсаңыз, әрқандай жылы сөзді балаға айта аласыз. Ал сіз қалай ойлайсыз? Бүгіннен бастайсыз ба? Төменгі өз пікіріңізді қалдырыңыз және басқалармен бөлісуді ұмытпаңыз.